Көкшетаудың іргесіндегі Красный Яр ауылының тұрғындары жергілікті аурухананың жабылуына қарсы. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы бұл емдеу мекемесін Көкшетау қаласындағы нөмір 1 аурухананың бөлімшесі етіп қайтадан құрылымдамақ. Мұны естіген тұрғындар ауыл халқына көрсетілетін медициналық көмектің сапасы күрт нашарлайды деп алаңдап отыр. Өңірдегі тілшіміз Ермек Елберген тұрғындармен тілдесіп қайтты. Ертеден жиылған жұрт Красноярдағы номер 2 қалалық аурухананың жабылуына қарсы. Наразылығын білдіру үшін 74 жастағы Қайырбек Мұқанов та осы жерге әдейі келіпті. Емхана жабылса, еңкейген қариядан еңбектеген балаға дейін қиналып қалады. Қалаға сауылып әлек боламыз дейді зейнеткер. Қала бізден 7 шақырым. 7 шақырым жерге 2 автобуспен бару керек. Оған біздің қалтамыз оған шыдай ма? Біз мінекей бәріміз жиналып, соны өзімізге қайтадан қалдырғымыз келеді. Красноярда барлығы 13 мың тұрғын бар. Олардың бәріне медициналық көмек көрсететін бір ғана мекеме осы 2 аурухана. Оның өзі енді Көкшетаудағы номер 1 аурухананың құрамына беріліп, бөлімше болып қалса, қаржыландыру азаяды. Сәйкесінше қызмет көрсету сапасы төмендейді. Көпшіліктің пікірі осыған саяды. Қанша финансирование бар біздің Красноярдың больницасына? Өзінікін өзіне жаратып атқан жоқ па? Жаратып атыр. Жеткіздіртіп атыр. Бізді қабылдап атыр. Жіберетін жеріне жіберіп атыр. Неге оны қосады? Қосса, значит, ана жаққа городскойдыққа керек болып тұр ол финансирование. Көңілі күпті жұртпен кездесуге облыстық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері арнайы келді. Олардың айтуынша тұрғындар мәселені дұрыс түсінбеген. Мекеме қайта құрылып атауы ғана өзгереді. Өзгесі сол қалпында қалады деп сендірді олар. Аурухананы жабайық деп тұрған жоқпыз, емхананы жабайық деп тұрған жоқпыз. Біз сіздерге медициналық көмектер жақсылап берейік деп жатырмыз. Бөлінген қаражаттар ешқашанда ол азаймайды. Дегенмен көпшілік райынан қайтпады. Олар елді мекенде дербес аурухана мен емхананың болғанын қалайды. Мәселені оң шешу үшін мамандар тұрғындармен тағы кездесу өткізетін болып тарқасты. Ермек Елберген, Василий Вережников, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысы.